Достық бұл өмірдің ең үлкен байлығы, ол бізді қайғы мен қуанышта бөліседі. Шынайы дос қиын уақытта анықталады. Досы көп адам бай адам. Достықтың мәні өзара түсіністік пен қолдау. Ең жақсы дос ол сенің өміріңнің қиын сәттерінде қасыңда тұратын адам. Дос болу басқа адамның жүрегін түсіну және қабылдау. Достық бұл ең жақсы дәрі, ол жүректі емдейді. Шынайы дос сені ешқашан сындырмайды, тек болашаққа бағыттайды. Достықты жоғалтқанша оны сақтау керек. Дос бұл адам, ол сенің өзіңе түсініп және қолдай алады. Досыңды сенде барда бағала, өйткені оны жоғалтқан соң оны қайта табу қиын. Шынайы достық дегеніміз бір-біріне қолдау көрсетіп, бір-бірінің кемшіліктерін түсіну. Досыңды қайғыда табасың, бірақ сені қуанышта тастамайды. Достық бұл өзара сенім мен сыйластықтың негізі. Достар өміріміздің жанды айнасы. Досы жоқ адам жетім адам, бірақ ең бастысы ол дос бола білу. Дос ол сенің ішкі дүниеңді ашуға мүмкіндік беретін адам. Қиын сәтте дос болу осы әлемдегі ең үлкен бақыт. Досыңның қателігін кешіре білу шынайы достықтың белгісі. Достық дегеніміз екі жүректің бір арнада үндесуі. Дос бұл сенің жүрегіңнің басқа бір бөлшегі. Шынайы достар бұл бірге күліп, бірге жылай алатын адамдар. Досың сені өзіңнен жақсы түсінетін адам. Достық бұл екі жанның бір-бірін жандандыратын оты. Досыңа сенің болашағыңа сенгендей сен. Достық өзара түсіністік пен құрметтің жемісі. Ешқандай дауыс достықтың үнінен тәтті болмайды. Дос болу сенімді қол мен жүректі ұсыну. Ең жақсы дос ол сені өзің болып қалуға үйретеді. Досы жоқ адам бос адам. Достық адамның жүрегіндегі ең асыл байлық. Достықтың мәні бір-бірінің кемшіліктерін көруге, бірақ оларды сүйіп қабылдауға қабілетті болу. Шынайы дос сенің кемшіліктерің мен қателіктеріңді көреді, бірақ оларды кешіріп, сенің жағымды жақтарыңды бағалайды. Дос болу дегеніміз бір адамға өзіңнің ішкі әлеміңді ашу және оның әлеміне үңілу. Достық адамды тереңірек түсінуге және оны қасынан көргенде толық қабылдауға мүмкіндік береді. Қиын сәтте дос қасыңда болса, онда өмірдің мәні де сол сәтте. Достық бұл мәңгілік байланыс. Ол тек уақыт пен кеңістік шеңберінен тыс өмір сүреді. Досы бар адам ешқашан жалғыз болмайды. Достық екі адамның бірігіп жасаған арманындай, олар бірге мақсатқа жету үшін күш салатын болады. Достықтың шынайылығы оның ешқашан сынбауында, тек шыдамдылықта.